Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен өте дәмді әрі оңай жасалатын нағыз жаздық десерт фруктовая корзина жасайтын боламыз. Алдыда бөлісетін жаңа рецепттерді жіберіп алмас үшін алдымен каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Корзинамызды үгілмелі қамырдан жасайтын боламыз. Сол үшін бөлме температурасында тұрған жұмсақ сары майымызға бір ас қасық қаймағымызды, бір жұмыртқаның сарысын және қант ұнтағын қосып, осының барлығын жақсылап араластырып аламыз. Араласқан массамызға електен өткен ұнымызды және қамыр қопсытқышымызды қосып, қамырды елеп аламыз. Бізде осындай жұп-жұмсақ болған қамыр шығады. Енді осы қамырымызды целлофанға салып, кемінде 1 сағатқа тоңазытқышқа қойып қоямыз. Корзиналарымызды арнайы осындай темір формаларға жасап пісіретін боламыз. 1 сағат өткеннен кейін қамырымызды алып, шетінен үзіп, көз мөлшерімен осы формаларға келетіндей етіп, домалақтап, барлық формаларға бөліп аламыз. Енді осы домаланған қамырларымызды формамыздың шет-шетіне форманың бойымен жайып шығамыз. Бізде қамырымыз қалың болып кетпеуі керек. Егер артық қамырлары болса, алып тастаймыз. Қамырымызды жан-жағына жұқалау етіп жаямыз, себебі піскен кезде біздің қамырымыз көтеріледі. Сондықтан қамырды қалың қылдырып жібермеңіздер. Барлық қамырларды дәл осылай формаларымызға жайғастырып шығамыз. Менде осы рецепт бойынша 20 дана корзина шықты. Бұл корзиналарды алдын ала өзіңізге керек күннен 3-4 күн бұрында пісіріп қойсаңыз болады. Пісіргеннен кейін суытып, қорапқа, жабық қорапқа салып қоясыздар. Бөлме температурасында тұра береді. Өзіңізге керек кезде алып кремдеп, әрлеп, дастарханыңызға ұсына берсеңіз болады. 180 градус алдын ала қызып тұрған пеште 20-25 минут көлемінде пісіріп аламыз. 20 минуттан кейін міндетті түрде қараңыздар, әр пеш әртүрлі болады. Қызарған кезде ала берсеңіздер болады. Міне корзиналарымыз осындай болып пісіп шығады және формасынан өте жылдам алынады. Барлық корзиналарымызды формасынан алып, толықтай суытамыз. Корзиналарымыз суығанша кремін жасаймыз. Ол үшін суық творожный сырға қант ұнтағын қосып, миксермен 1 минут көлемінде жақсылап екеуін араластырып аламыз. Одан кейін салқын кілегейімізді қосып, миксердің төмен жылдамдығынан бастап, жылдамдықты ақырын қоса отырып, қоюланғанша жақсылап миксерлеп аламыз. Жалпы бұл корзинаға басқа да заварной, белковый, пломбир деген сияқты кремдерді қолдана берсеңіздер болады. Өзіңіздің ұнаған насаткаңызды алып, кондитерлік қапшыққа кремімізді салып, корзиналарымызды кремге видеода көрсетілгендей етіп толтырып шығамыз. Және өзіңіздің қалаған, өзіңізде бар жеміс-жидектермен әсемдейміз. Әсемдеп болғаннан кейін корзиналарымызды бірден дастарханға ұсына берсеңіздер болады. Біздің корзинамыз осымен дайын. Көріп тұрғандарыңыздай өте жеңіл, оңай дайындалады және де өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.